барлық өмірдегі салаларда бұл жасанды интеллект кіретін сөзсіз. Енді бұны қалай қолданамыз деген сұрақ болу керек та Қазақстанда. Мектепте қалай оқып жатыр? Түсінетін адамдар оқытып жатыр ма осы? Домбыра тарта алмайтын адам домбыра үйреткен сияқты жағдай ма осы? Ескіден қалған мұғалімдер өтіп жатыр ғой. Қайта оқушылар мұғалімнен асып түсіп отыр. Мамандар жоқ. Ана жақтан Қытайдан, басқа жақтан Кореядан, Жапониядан көлік алып келеді. Одан кейін әкеледі да мұнда құрастырады. Сонда айтады. Төрт дөңгелек Мұнда жасалады. төрт дөңгелек емес, дөңгелектің ішіндегі желі ғана Қазақстан. Ол елде машина өндірісі дамый ма? Мынау тура сол сияқты болып жатыр да. Егер осыдан енді тағы да бір 5-10 жыл кешеуіл деп қалатын болсақ, онда көлік жасаудан, компьютер жасаудан мәңгілікке қалдық қой. Одан да мәңгілік қалсақ, онда мүлде қалдық деген сөз ғой. Болды, пойыздан қалып кеттің деген сөз. Бітті енді, өркениеттің шаңында көміліп қалдық деген сөз. Ертең бұл бұдан да керемет бір деңгейге жетеді. Соған біз ілесе алсақ, ел болып қаламыз, ілесе алмасақ кетеміз. Армысыздар, құрметті Жаңа Қазақ каналының тұрақты көрермендері. Жаңа Қазақстанды жасайтын жаңа қазақтар. Осы бағдарлама енді міне іске қосылды. Енді тұсаукесерін жасадық. Енді бұл бағдарлама үздіксіз осылай жаңа заманауи ойлайтын, жаңа технологияны қолданатын, ұлтын сүйетін, болашаққа қарай ұмтылатын жаңа қазақтарды жинап мен бағдарлама үнемі тұрақты түрде жасап отырамын. Кейбіреулер мені кекетіп сынап жатыр. Сонда немене ескі қазақ бар ма, жаңа қазақ деген бар ма? Бар. Ескі қазақ кім? Ұрлық жасайтын, арақ ішетін, өсек айтатын, пара беретін, пара алатын, осылай қазақты жік-жікке бөлетін қазақтар, ол жаңа ескі қазақтар. Олар ескі Қазақстанмен кетсін. Әсіресе жемқор қазақтар. Туысын тартатын, руын тартатын, таныстарын тартатын, анда пара беріп, мында пара беріп, ананы өсекпен айналысып жүргендердің бәрі олар ескі қазақ. Ал жаңа қазақ қандай дегенде? Жаңа қазақ, жаңа заманауи техника, технологияны меңгеретін, ұлтын сүйетін, тілін сүйетін, еңбектенетін, спортпен айналысатын, зиянды әдеті жоқ, темекі тартпайтын, арақ ішпейтін, қазақ тілінде сөйлейтін, кітап оқитын, жаңа ғылымға ұмтылған қазақтар, осылар жаңа қазақтар. Пара бермейтін, өтірік айтпайтын, ұлт үшін өлуге даяр, малым жанымның, жаным арымның садағасы дегенді тілмен емес, жүрекпен айтып істейтін қазақтар жаңа қазақтар. Сондай қазақтарды мен жинап осы канал арқылы насихаттаймын, сіздер қолдайсыздар деген үміттемін. Сол жаңа қазақтардың бірі бізде міне 4-ші хабар түсіріп жатырмыз. Бұл жасанды интеллект. Өйткені жасанды интеллектсіз ол енді заманның ақыл ойы. Адамның осы тіршіліктің пайдасы патшасы болып алғаны тек қана мына ақыл ойының арқасында. Келісесіздер деп ойлаймын. Сондықтан ал мына жасанды интеллект бүкіл әлемнің ақыл ойын бойына жинаған. Сол саған көмекші болады. Әрбір қазақ осыны меңгерсе, әрбір қазақтың қолында мына жасанды интеллект кез келген сұрағына жауап беріп, кез келген мәселесін шешіп отырса, соңын осы арқылы робот жасап, жұмысын жеңілдетіп жатса, елін қорғайтын қару-жарақ шығарса, онда ол жаңа заманға икемделді деген сөз. Осы жайлы біз жаңа бірінші хабарды, екінші, үшінші хабарды міндетті түрде көріңіздер. Бірінші хабарда біз жалпылама шолу жасадық. Екінші хабарда жасанды интеллект қандай мамандықты меңгереді, қандай адамдар жұмыссыз қалады дедік. Үшінші хабарда біз тіл жайлы айттық. Жасанды интеллектпен қазақтың тілі қандай байланысы бар, қазақтың тілін қалай сақтап қаламыз, жасанды интеллектті қазақша сөйлету үшін бізге не керек? Сіздің бойыңызда, біздің бойымызда қандай міндет тұр? Осыны қарасаңыздар, сізде толық түсінік болады. Ал бүгінгі хабарлама, міне Қайрат Қасымбек осы Каздуен деп қазір қазақша бағдарлама жасап, бүкіл қазақтың балаларын ана тілінде осы мына робот бағдарламайтын программаны үйрететін үлкен платформа бүкіл қазақтың баласын жасап жатқан Қайрат Қасымбек және соның серіктесі болып жұмыс істеп жүрген Бақытжан, маркетингке, рекламаға, жарнамаға жауап беріп жүрген. Бүгін әңгіменің тетігі жалпы Қазақстанда жасанды интеллекттің жағдайы қандай? Бұрын кезде Абылай айтқан дейді ғой, білекке сенген заманда ешкімге дес бермедік, білімге сенген заманда қапы қалып жүрмедік деп. Мүмкін Абылай атамыз өйтіп айта қойған шығар, бірақ шынымен білекке сенген заманда ғұндар, көшпенділер әлемді тітіренткен, білімге сенген заманда от қару шықты да пүшәйман болдық та қалдық. Енді қазір Қазақстанда жасанды интеллект қандай деңгейде қазір қолданып жатыр басқа әлемдермен салыстырмалы түрде? Жалпы жасанды интеллект нарықта әлемде трендке айналып жатқан дүние болғандықтан, ол біз соңғы қатардамыз деп айта алмаймын. Әлемнің
белгілі бір жол салып кеткен жолдармен Америка, Қытай, Европа сынды мемлекеттерден артында ілгерілеп келеміз. Оның жасанды интеллектте ең бірінші хардвер часть дейді, яғни жасанды интеллектті оқытып үйретуге арналған компьютерлер, суперкомпьютерлер, осының барлығы негізгі рөл атқарады жасанды интеллекттің дамуына. Бізде мынау соңғы кезде жаңалықтарда пайда болды. Қазақтелеком, біздің цифровизация министрлігі 2 суперкомпьютерді Қазақстанға алып келді. Ол біреу Америкадан, екіншісі мына Nvidia-ның суперкомпьютерлері H200. Осы суперкомпьютерлер бізді жасанды интеллектті қолдануға мүмкіндік береді. Жасап шығаруға мүмкіндік жол ашып отыр. Алайда бұл сөзбен айтқанда оны қолданылатын адамдар, мамандар қаншалықты деңгейде бізде осы мәселе сұрақ болып қалады. Өйткені бізге техника келгенмен оны қолданып, оны ары қарай адамның пайдасына асатын дүниелер жасау, ол міндетті түрде бірінші эксперт мамандардың қолынан келу керек. Мысалы дерлік ChatGPT-дің өзі жасанды интеллекттің бір өнімі. Сол секілді мынау Google-да Gemini бар. Кеше әрбір техногиганттардың өзінің жасанды интеллект модульдерін жасап жатыр. Мысалы Meta компаниясы болсын, мынау Alibaba-да өздерінің компаниясын жасады, модулін жасады. Ұлттық қауіпсіздік бұл жасап отыр ғой Қытайларда. Бұл басты бірінші сұрақ. Неге әр мемлекет өзінің моделін жасауға ұмтылады? Жаңа жасанды интеллект моделін. Өйткені бұл Қайрат аға айтпақшы, бұл бірінші ұлттық қауіпсіздік. Өйткені бұл интеллект деген сөз алдында айтылып өткендей, неге біз жасанды интеллект дейміз? Бір жаңа бір супер адам жасап жатырық та. Қатты ойланатын, тез шешім шығарып бере алатын. Шешім шығарғанда да ол қателесу мүмкіндігі аз өте адамға қарағанда. Ана біздің бір діндар досым бар, соған айтқан ғой мен. Білесің бе, адамзат қолдан Құдай жасап жатырсың, астафыралла деп қорқып кетті сол жерде. Үйтіп айта көрмеңіз деп. Бірақ негізінен Құдай деп айта алмаймын, бірақ енді бізбен салыстырса ол Құдай деңгейінде. Бізбен салыстырғанда. Мынандай сізге ғажапты айтып берейін. Мен қазір өте қатты қолданып жатырмын. Маған адамдар, мен өз данышпанымды үйретіп қойдым, және ол менің талабыммен айтады. Бүкіл мен қанша кітап оқыдым, қандай денсаулық жайлы, мына ми жайлы, бүкіл натуропатия, табиғи емдеу жайлы соған түгел салып үйретіп қойдым. Содан кейін айттым, маған жауап бергенде тек қана табиғи жолмен емдеу тәсілдерін қолданасың. Ол Жапонның, Қытайдың, Индияның, Американың, Европаның сондай керемет ғалымдар бар. Содан кейін бір адам өткен жол көп жер ауырады екен, онкология бір 30 бет қой деймін неменесі жіберген анализдер. Оның ішінде УЗИ бар, басқасы бар, қаны бар, дәретін тапсырған. Соны салып кеп қалған кезде 2-ақ минуттың ішінде ананы түгел оқып, анықтап, табиғи жолмен мен өзім қолданып жатқан 16 тәсілмен аны жіктеп бере салды ғой 2-ақ минуттың ішінде. 2-3 минут тұрмақ, ананы оқып шығу үшін академик профессорыңа 5 сағат уақыт керек, ананы түгел талдап, ананы УЗИді қарап, МРТ-ның снимогын қарап, түгел түсініп шығу үшін шық деп 2-ақ минуттың ішінде оқи салады. Міне жасанды интеллект деген не? Сондықтан енді біз жаңа мысалы бір завод салып, соған ең соңғы компьютерлерді әкеліп қойсаң, оған түк білмейтін адамдарды қоя берсең, ол компьютерде автоматты аталмайтын адам ол шоқпар сияқты ұстап жүреді қолына. Ресурстар обал болады. Телефонды түк білмейтін, мысалы қазір көп үлкендер 15-ші ең соңғы айфонды алып алады ғой. Соның 1% қолданбайды ғой. Әрине. 1% құрған мақтан үшін ұстайды. Мысалы, мен мақтанбай, мен өте ең қарапайым ұстап жүрген, маған видеосы керек болды. Содан кейін мен ең соңғы моделінің біреуін алдым, айтпаса қажет жоқ. Сондықтан, мемлекет тарапынан жаңа видео бәрі жасап жатыр, суперкомпьютерді әкеп жатыр. Мына Ресейден келген өткен жолға орыстар айтады да, цифризация. Цифрландыру Қазақстанда қатты жүрген екен. Қай жерге барсаң QR-мен төлей саласың, қай жерге барсаң сонымыз о жағы керемет. Бірақ халық бейімделмесе, халық жаппай қолданбаса, ол әшейін бір ойыншық болады да қалады. Қазір жасанды интеллект қолданған көп жігіттерді қарасам бәрі ойыншық сияқты қолданады. Мен де осыдан 1 жыл бұрын маған бір шәкірттерім келіп, аға былай деп көрсетіп үйретіп берді. Мен өлең жаздырдым, достарыммен сөйлескенде қылжақтап бірдеңкені қолдандым да, одан кейін бала ойыншықпен 1-2 сағаттан кейін жалғатта тастап кетеді ғой. Сол сияқты жалып тастап кеткен. Артынан
бұның бір жерде отырған кезде құдіретін екі ақ сөзбен түсіндім. Бұның қаржы жағынан болсын, маркетинг жағынан болсын, сені қандай сараптама жасап беретінін көрген кезде бітті. Содан бастап соны үйге келе салысымен сонда 10-16 сағат отырдым. Енді мынан көзім ұйықтаған кезде тастайым, көзімді аша салысымен соған отырам. Бұл ғаламаттың ғаламаты. Адамзаттың ең соңғы тапқырлап шығарған нәрсесі, бұдан артық ештеңе жасай алмайтын шығар да. Бұл енді чат GPT бұл жасанды интеллект бір ғана бір өнімі ғой. Бір өнімі. Одан бөлек мысалы тест Илон Масктың компаниясы жасаған Жирок бар. Қытайдікі DeepSeek бар. Метаның өзінің жасағаны бар. Бұның бәрі бір-біріне қалыс бермейді. Бірақ енді ең алғашқы өнімдер чат GPT болғандықтан оның түбінде өте көп ұзақ жылдар бойы жасалған жұмыстар бар. Ол 2012 жылдан бастап Microsoft, Илон Масктың өзі бәрі бірігіп, техногиганттар дейді ғой, ақша салып, осы open source ашып, осы бағытта арнайы ақылдыларды жинап, осын жасаған өнімді. Өнім біз 19 жылы ғана қолымызға алып отыр. Мысалы дерлік ChatGPT өте тез дамып жатқан, мына жағдайды білуге болады. Мысалы ChatGPT 2.0 мен 4.0-дің арасы 1-ақ жыл. Ол 2.0 мен қазір сіз сөйлескенмен 4.0 мен сөйлескен екі түрлі жауап береді. Деңгейі басқа, мәні басқа деген секілді. Сондықтан бұл тек қана бір өнімді біз қолдану арқылы бір жасанды интеллекттің деңгейін бағалау әлде де болмайды. Себебі дерлік мысалы видео жасау нелері бар, нейрожүйелер дейді ғой, нейросеттер. Солар мысалы Google-дың жасаған кеше. Осы уақытқа дейін нейрожүйелер бар, жасанды интеллект негізінде. Тексті жазасыз, сөздерді жазасыз, сізге бір не шығарып береді, видео шығарып береді. Ал Google-дың соңғы шығарған өнімі даусымен, музыкасымен, несімен барлық киноның орнын алмастырып жатыр, бір сөзбен айтқанда. Бұл ертеңгі күні киноиндустриядағы мамандардың орнын басатын. Жылдап істейтін жазаңды минутта істей салатын. Сіз бар болғаны $230 төлейсіз айына. Сізге нағыз өзі режиссер, өзі оператор, өзі видеограф болып шығады. Сондықтан бұл жасанды интеллекттің деңгейіне келген кезде адамдар бірінші кезде не себепті керек? Мен тек сұрақ-жауапта ғана деңгейінде емес. Оны ертең өзімнің қызметінде ол кез келген кәсіпкер болсын секілді, программистер болсын, үлкен кодтарды жүйелеудегі жұмыстар, жалпы барлық өмірдегі салаларда бұл жасанды интеллект кіретін сөзсіз. Сондықтан біздің мемлекет тарапымыздан, президентіміз тарапымыздан тапсырма берілген. Осы мәнге не қылу керек, көңіл бөліміз керек. Соның алғашқы бір жемісі осы суперкомпьютер болды. Енді бұны қалай қолданамыз деген сұрақ болу керек та Қазақстанда. Бізде жоғарғы оқу орындарында, 10 ғана жоғарғы оқу орында жасанды интеллект туралы пән бар. Әлде де олда кім сабақ береді деген сұрақ қой. Мұғалімдері қандай деңгейде? Өйткені жасанды интеллекті тек қана қолданушы ретінде ғана емес, оны өндіруші мемлекет болуымыз керек. Яғни өзіміз арнайы ұлттық қауіпсіздікке, ұлттық модель жасау. Сондықтан бізде қателеспесем осыдан 2 жыл бұрын президенттің жолдауында айтылады, ұлттық қор құруымыз керек, библиотека. Жаңа library деп айтасыздар. Өзіміздің модельге өзіміздің қорлар енгізуіміз керек. Яғни білім жүйесіне әсер ететін, медицинаға деген секілді. Мысалы мен айтпаймын, Қазақстанда жасанды интеллект бір төмен деңгейде келе жатыр деп. Өйткені жаңалықтарда қырғыздардың қалай шулап жатқан қазақша материалдар көп дейді. Мысалы Өзбекстанда 2021 жылдан бастап мемлекеттік деңгейде бағдарлама қабылданған жасанды интеллект оқыту бойынша. Бізде Қазақстанда осы 24 жыл қолға алынды ол. Астана хабтың бірлесіп бізде арнайы курстарды ашып жатыр. Онда курстардың мәнісін оқысаңыз, жасанды интеллекті модельдерді ары қарай дамыту. Яғни ол модельдің өзімен жұмыс істеу емес, модель дамыту арқылы қолданушы деңгейінде ғана үйретіп жатыр. Оны жасампаздық деңгейінде үйрету өте жаңа қыруар қаражатпен, қыруар білім қажеттілігін сұрайды. Мол тәжірибе қажет ол жағдайда. Мысалы, сондықтан бізде мына Қазақстанда үлкен AI компаниялар бар. Негізі цифрларға қарайтын болсақ, бізде бір 500 маман бар дейді, жасанды интеллект жұмыс істейтін. Ол 500 маманды төмендесек, қаншалықты деңгейде мықты біздің мамандарымыздың көбісі қазір шетелге кетіп жатыр. Неге? Өйткені ол бірінші инфрақұрылым, екінші табыс саласы. Өйткені мысалы Cerebro AI деген не бар, стартап бар. Өте Қазақстанда өз орнын таба алмай Америкаға барып,
сол жерде Стэнфордта қазір несі негізін қалаушы Тошан Жусуп деген жігіт сол жерде жүріп білім алып, мынау Американың үлкен медициналық клиникаларымен, медициналық білім беру жүйелерімен солармен бірлесіп сол өзінің AI стартапын дамытып жатыр. Бізде сол секілді басқа бір компаниялар бар. Видео жасайтын компания кеше Хайкс неде шығып жүр, президенттің алдында да бір есеп берді. Осы не қателеспесем Алматы Digital бізде форум болды. Сол кезде Өзбекстанның IT паркі келді, басқа да мемлекеттерден келеді. Сол жерде біздің бірнеше компаниялар, AI қолданатын компаниялар көрсетілді. Біздегі нарыққа әлі ол компаниялар симайды. Неге симайды? Өйткені жаңағы инфрақұрылымы, білім беру жүйесі, ақша, қаражат мәселесі. Ол жерде көп қаражатты талап етеді. Сондықтан сол компаниялар шетелге кетеді. Біз енді суперкомпьютер келген кезде енді бізде осындай мамандарды өзімізде алып қалып, осындай өнім жасауымыз керек қажет. Ол мамандарды алып қалу үшін бала кезден бастап тәрбиелеп өскелең ұрпақты дайындау керек қой. Енді осы неменені жас мамандарды оқыту немесінде де. Мысалы біз мына телефон шығармай-ақ қояйық, одан бізге керегі жоқ. Шығара алмаймыз да. iPhone-мен сәйкес пара-пар келетін, Xiaomi-мен пара-пар келетін, Samsung-пен пара-пар келетін телефонды біз енді мәңгілік шығара алмаймыз. Ешқашан соның деңгейіне жете алмаймыз, өйткені оған инфрақұрылым бізде жеткіліксіз, мүмкін емес ол. Нөлден бастап, Нөлден бастап, ол енді мәшинені жаяу жүгіріп басып озам дегенмен бірдей ақымақтық дүние. Ал енді жасанды интеллекті біз өзіміз жасауымыз керек, ұлттық қауіпсіздік үшін. Қолданушы емес, мынамен қолданушы бола берейік. Мына микрофон шығарып жатырмыз, қолданушы бола берейік. Кофені әкеп ішеміз, кофені өсірмей-ақ қолданушы бола берейік. Ода тұрған ештеңе жоқ. Ұлттық қауіпсіздігімізге ол ешқандай нұқсан келтіре қоймайды. Ал жасанды интеллекті өзіміз соны тапқырлап, өзіміз бағдарлама жасамасақ, онда біз ұтыламыз. Солай ғой да? Жалаңаш елге айналамыз. Сондықтан Қазақстанда осыны оқыту, жаңа айттық қой, мектепте кіргізіп оқытып жатыр. Бірақ қандай деңгейде оқып жатыр? Мысалы, менің бір ұлым болмай кішкене Америкада оқып келді, мұнда халықаралық бизнес мектеп бар. Международный академия бизнеса дейді, үлкен университет. Жылына 2 миллион теңге төледім, сондай төлеп 4-5 жыл оқып шықты. Сонда кім сабақ береді десек, өмірі кәсіп жасамаған адам кәсіп жасауды үйретеді. Өмірі домбыра тартып көрмеген адам домбыра тартуды үйретсе, өмірі бокстасып көрмеген адам біреу бокстасып үйретсе күлкілі емес па? Сондықтан өмірі кәсіп жасап көрмеген, кітапта кәсіп жасауды үйреніп алған адам анаған кәсіп жасауды үйретеді. Ол енді мазақ қыл ғой, күлкілі. Осы жерде осындай жағдай емес пе өзі? Иә. Негізі жасанды интеллект саласында. Бұл да сол. Сондай ма? Бұл да әлбетте сол. Мысалы біз мектеп деңгейінен бастап бұл жасанды интеллектке деген баланың қызығушылығын арттырып, оның білім беруін, әдістемелерін бір жүйелемесек, бізде қазіргі кезде қолданушылар саны өндірушілер санына қарағанда көбірек те. Олар тек қана мысалы ChatGPT-ді мектеп бағдарламасында қолданбауды талап етіп жатыр. Өйткені қазір оңай болып қалды. Мектепте бір мазмұндама шығарма жазып кел дейді, ChatGPT-ге тапсырмасын береді. 1 минутта шығарады, соны көшіріп алып келіп жатыр. Ол білім беру жүйесіне бір дұрыс қой. Ол баланың ойлау жүйесін, миын дамытпайды, логикасын дамытпайды. Иә, ол балаға дайнасқа тік қасық болып отыра қалады да. Миы дамымай қалады. Иә, ал бізде мына жасанды интеллектті оқыту дегеніміз ол бір бөлек дүние негізінде. Ол мектеп бағдарламасында бізде бекітілген бір жүйе жоқ. Мектепте қалай оқып жатыр? Сонымен өзі осыны түсінетін жасанды интеллекті кім екенін, оның шынымен жасанды интеллекті ертең ерттеп мініп басқаратын баланың миы қандай болу керек екенін түсінетін адамдар оқытып жатыр ма? Жоқ, кәсіп жасап көрмеген адамды кәсіп үйреткен сияқты ма? Домбыра тарта алмайтын адамды домбыра үйреткен сияқты жағдай ма осында? Бізде де сол мына алдында бағдарламалық тілдерде, университеттерде сол ескіден қалған мұғалімдер өтіп жатыр ғой. Анау Америкада 80-90 жыл қалып қойған сол тілдерді өтіп келе жатқан енді ескі сақа мамандар, өгіз арба. Солар қазір өтіп келіп отыр. Қазір көлік өгіз арбадан ат арбаға, ат арбадан көлікке, машинаға, машинадан пойызға, пойыздан самолет, самолеттен ракетаға кетіп қалды ғой. Біздікі әлі өгіз арба, мұрындық, өгіз арбаның өгізді былай шегесің. Қайта оқушылар мұғалімнен асып түсіп отыр. Жастардың қабылдау бубка сияқты ғой. Интернеттен қабылдап алады да. Тез қабылдап алады да. Ұстазының
ол қалып қойған дүниелерде өтеді. Өйткені ол кітаптан оқып ол ескі әдіспен өтеді ғой. Мысалы қазір бізде Қазақстаннан шыққан 18 жасар бала қазір Англияда стартап құрып жүр. 1 миллион доллар өзінің стартап компаниясына инвестиция алды. Бір аптаның ішінде алдырды Англияда жүріп. Бізде Қазақстанда ол мүмкін емес нәрсе де негізі. Ол Англияға барып 18 жасар бала. Не жасады деп қарасақ, жасанды интеллект негізінде программистерге арналған дүние жасады. Яғни сізді программаларды не қылып, жүйелеп береді, үлкен кодтармен жұмыс істейтін интеллект жасады десе де болады. Соны алып соған инвесторлар, бизнес ангелдер ақша салып отыр, 1 миллион доллар қаражатында. Ол дегеніміз бізде бар. Қазақтың балдары икемділігі бар негізі бізде тапқырлыққа, өйткені сыңи ойлау дейді ғой. Бұл заманда негізі ең бірінші алдыға қойылған бір сыңи ойлау дейді, креативное мышление. Қазақ өз ана тілмен жаққа сүйенген қалып қой. Анау сөз өнері керемет дамыған. Иә. Соны енді сол құр сөзге емес, енді соны кодқа жұмсауымыз керек. Осы артықшылық алуы неме. Иә. Түрлі күйлер шығару. Сөз саптауды енді. Күй шығару да керемет қой мысалы. Ол деген музыкалық қабілет деген миды дамытатын, және оны есте сақтау, ауыз әдебиетін. Ауыз әдебиеті керемет дамыған. Және біздің жеті ата араламай қыз алып қыз беріспеуіміз, қанымыздың тазалығы. Жаңа 18 жастағы бала ана әлемдік деңгейде дүние жасап жүрсе, бұл біздің балалардың өте таланттылығын көрсетеді. Өткен жолы Қажи Ақбар деген Даниядан келген жігітпен сөйлесім, сонда айтады, жас қазақтың балалары Данияда керемет нәрселер жасап жүр дейді. Үлкен компанияларда жұмыс істеп жүр. Бірақ бір өкініштісі, ол ана мидың ағуы дейді. Миымыз батысқа қарай ағып, теріп ана магнитакқа битіп темірлерді сыпырып алады. Сол сияқты біздің ойлайтын балаларымыздың бәрі қайда істеп жүр? Гуглда, Яндексте, Фейсбукта, Европаның компанияларында істеп жүр. Соларды алып қалу керек. Алып қалу үшін мемлекеттік бір үлкен бір бағдарламалар керек. Жарайды, ол біздің қолымыздан келе қоймас. Енді егерде қазір міне Қайрат өздерің жасап жүргендерің қалайда қазақтың баласын бірінші сыныптан бастап ақырын әліпби үйретумен бастап, математикадан көбейту қосумен үйрете бастап, содан бастап логикасын дамытып, мына жасанды интеллектті оқытуды, қолға алуды қазір жоспарлап жатсыңдар да, соны жасап жатсыңдар. Қытайда мен әлі күні бір сұхбаттан қарадым, 6 жастан бастап бүкіл Қытайдың мектебінде жасанды интеллектті оқытады екен. Сол рас па? Ол рас. Өйткені қазірден бастап жаңа технологияны жастай, жаңа айттым ғой, свежий миға жаңағындай. Балғын миға ақпарат қанша ерте кірсе, сонша орын алып тұрақтанады. Қатып қалмаған ескі милар. Қасаң ми емес. Сондықтан ерте қолға алатын іс қой бұл. Ақылды елдердің барлығы оны қолға алып жатыр. Ол үшін не істеу керек енді? Құр ауызды құр шөппен сүртіп отыра бергеннен, құр зарлай бергеннен бізге оны ешкім жасап бермейді. Мемлекет жасамады, қанша айта берсең де, зарлай берсең де мемлекеттен жасалмайтын жасалмайды. Оны орыс кеп жасап бермейді, Қытай кеп жасап бермейді, ағылшын жасап бермейді, араб та жасап бермейді. Оны жасайтын сіз бен біз. Осы озық ойлы. Сондықтан мен бұл каналды ашып отырғаным, жаңа Қазақстанды жасайтын жаңа қазақтар, жылт ететін осындай адамдар болса, осында шақырамыз, оларға ақпаратты көмек береміз, халықтың күшін бір жерге шоғырландырамыз. Суға кетіп бара жатқан адамның аман қалуы сол адамның өзінің қолында. Сол сияқты мына еліміздің аман қалып заман көшіне ілесуі ол біздің қолымызда. Осы жерде әркім өз үлесін қосу керек өз саласында. Мысалы, сендер не ұсынасыңдар осы жерде? Мен рұқсат болса Қареке, мен айтсақ, мысалы дерлік соңғы 10 жылда біздің телефонымыздың өзі деңгейі өте өсіп кетті да. Енді алға біз 10 жылға қарауымыз керек. Өйткені биыл 1-ші сыныпқа барған бала 11-ші сыныпқа бітіріп шыққанда ол қандай өмірдің белесіне дайын болу керек деген сұраққа біз жауап беруіміз керек. Мысалы, біз қазір техногиганттар мен нелерін, үлкен білім иелерін, подкасттарын, белгілі бір мақалаларын оқысақ, тыңдасақ, сол жерде айтатыны 2040 жылға қарай әлемде 10 миллиард сервистік жұмыс істейтін роботтар болады. Адамдардың бүкіл қай жерде қара күшпен жасалатын жұмыстардың бәрін роботтармен алмастырамыз деген. Ақылмен жұмыс істейтін де роботпен. Ақылмен неге ол ондай болжам беріп жатыр? 10 жылда біз бүкіл 10 миллиард адам санынан көп болады депті роботтар. Неге ондай болады? Өйткені жасанды интеллектінің дамуы сол роботтардың сондай барлық өмірдегі қызмет түрлеріне кіріп кетуге мүмкіндік беріп жатыр. Мынау алдағы 2030 жылға қарай
Илон Маск бір 10 миллион робот шығарам дегендей бір несінде сұхбатында айтып жатыр, ана бүкіл зауыттағы адамдардың орнына роботтардың салуы. Сондықтан біз 10 жылдан кейін баламызды қандай өмірдің белесіне дайындаймыз деген сұрақ осындай да туу керек. Яғни біз баламызды ертең заңгер қыламыз ба, не қыламыз ба, жаңа медицина саласын, суретші боламыз, суретші, музыкант, ол сөзсіз, ол жасанды интеллект оның орнын алмастыра алмайды. Алмастырады. Қазір музыка жазған кезде әкесін танып тұрып, Бетховеннің деңгейіндегі шығарманы ол минутына жасап береді. Суретіңді әкесін танып салып береді. Сурет жарысында Еуропадағы біріншілікті алған адамның атымен қатысқан ғой. Бірақ оны жасанды интеллект. Кейін оны несін алып тастады ғой. Адамдар өздері қарап, ананы адамсызды деп отыр. Сол бірінші жүлдені алып кетті ғой. Сонымен ана 3 төңкеріс революция болды ғой, ана пар машинасы шықты, электр қуаты шықты, онан кейін интернет шықты. 4-ші жасанды интеллект. Бұл осы уақытқа дейінгі ауыстырған көбінесе мына пар машинасы білекпен істейтін қара жұмысты, электричествода қара жұмыстың көбінесе атқарды, двигательдер, моторлар шықты. Интернет ақылды алмастыра бастады. Жұмысты жеңілдете бастады, көмекші болды. Адамның ақылын ауыстырған жоқ, көмекші болды. Бірақ интернеттің арқасында, мысалы, кассир дегендер жоғалды, ақшаны бүйтіп төлей салатын болды. Енді жасанды интеллект мимен жұмыс істейді. Мимен жұмыс істейді кім? Жазушы, ақын, дизайнер, сурет салатын, программа жасайтын, адам емдейтін, адам оқытатын, музыка жазатын, фильм түсіретін, кино түсіретін, видео түсіретін, құдай-ау, мимен кітап жазатын, бүкіл жұмысыңды мына жасанды интеллект тамақ сұрамайды, ашуланбайды, ренжімейді, ұйықтамайды, қателеспейді. Көлік жүргізу оны жасайды. Сондықтан біз жаңа Бақытжан айтып отыр ғой, 10 жылдан кейін қандай лып етіп келе қалады. Баланы соған дайындау керек. Дайындау үшін біз оқыту керек. Қазір мысалы Қазақстанда нақты қандай жасанды интеллект курстар мен қараймын, жарнамада көп та. Осы ана үйте қою, бүйте қою керек. Үйретеміз деп жатыр. Солар нақты не үйретіп жатыр? Солар сен зерттеп көрдіңдер ме? Мысалы, жасанды интеллектті оқыту курстарына келіп шыға, ол біріншіден қолданушы деңгейінде үйретеді адамдарға. Мына телефонды тапқырлау емес, телефонды қолдану, қалай қолданасың? Қалай қолдану? Мысалы, бір сіздердің алдыңғы нелеріңізде, подкасттарыңызда айтылған әңгіме, ақмаққа қолына берсең, ол ақмақша жауап береді. Ал егер де сіз оған дұрыс промпттар дейді, промпт, яғни дұрыс жүйелі сөздер қоя білсең, сұрақтарыңды жүйелей отырып, және зерттеу деңгейін көрсететін болсаң оған. Яғни сен маған мына сұраққа жауап бер, сұраққа жауап берін алдында сен өзіңнің кім екеніңді біл. Сен CEO-сың үлкен компанияда, немесе сен 15 жылдық тәжірибең бар, бухгалтерсің, маған осындай сұрақтарға жауап бер десең, GPT сәйкесінше жауап береді. Яғни біздегі мына оқытып жатқан курстар осы мәселені дұрыс қойып жатыр. Яғни біз оны оқытуымыз керек, өйткені дұрыс білім алу мақсатында, дұрыс қолданушы ретінде. Одан кейін осы мысалы видео жасау саласында болсын, осыған байланысты мысалы Европа қолданып жатқан қалай айтады, өркениетті елдер дейік, өркениетті елдерде арнайы концепциялар мен арнайы ережелер қабылданып жатыр. ChatGPT-ді, нелерді, жасанды интеллектті дұрыс қолдану деген. Өйткені дип фейктер бізде көбейіп кетті ғой. Мысалы, оны жақсы қолданып үйреніп алады да, сізбен біздің сұхбатымызды, үшеуміздің түрімізді басқа адамдардың түрімен алмастырып, жарнамалап, мына жерге ақша сал дейді. Мені шығарды ғой, ең бірінші болып Қазақстанда мені шығарып жүрді. Кім ақшадан алданды, мен сендерге осыны шешіп берем деп, күндіз-түн немеден түспейді, елдің бәрі хабарласады. Ахметбек, сен не айтып тұрсың? Айтам, ол мен емес. Ол ана оңбағандар менің танымалдылығымды пайдаланған. Неге оған шағым жасап өшіріп тастайсың дейді? Мен білмеймін кім жасап жатқан, кімге шағымданамын. Қазір қарасаң, ана Каспийдікі, Жакишевті, соларды қолданып, неше түрлі нәрселер шығарып жатыр да, жалған. Ештеңе істей алмайсың. Мені осы 3 ай ма осыны айналдырып тоқтады. Енді неге біз қолданушы деңгейінде болмауымыз керек? Мына телефонды біз қолданушы деңгейіндеміз. Бұл телефон бізге қастандық жасай алмайды. Біз не айтса соны орындайды. Ал енді айтайық, мынау неменен шығарған дроны дейік. Орыстардың шығарған дроны. Бұның миында осы мысалы жаңағы украиндар дронды шығарды, ана барда орыстың ана самолеттарын барып қират деген бұйрық берді. Миында сондай жазылды. Стратегиялық самолет. Бұны біз алып алып, енді барып Украинаның немесін қират деп айта алмаймыз. Мүмкін емес. Ол туғанда сөйтіп туған.
Мысалы Израиль еврейлер мен арабтар бір-бірімен қайткенде ата жауы ғой. Бітті ол туғанда еврейге, мынау араб болса еврей жек көріп туған, мынау еврей болса араб жек көріп туған. Оның миын қайтадан программалай алмайсың. Сондықтан біз не істеуіміз керек? Біз өзіміздікін жасап шығуымыз керек. Әрине. Анау Украинадан келе жатса, ананы тоқтат. Мынаны бізді қырып тастап жүрмесін, мынаны тоқтат деп өзіміз миын жасап шығаруымыз керек. Түсініп жатсыздар ма? Сондықтан телефонды, басқа компьютерді сатып ала берейік, жарайды, оны біз шығара алмаймыз. Ал жасанды интеллект ол сенің балаң, сенің патриотың, бүкіл санасына сен қазақ еліне жұмыс істеуің керек, қазақтың болашағына жұмыс істеу керек деген санасына құйып берсең, сен үшін жан алып жан береді. Солай ғой? Адалдықты үйретуіміз керек. Адалдықты үйрету керек. Мысалы сол жаңа мектеп деңгейіне келетін болсақ, қандай курстар бар деп жатырық қой. Бізде негізгі мемлекет басшысының тарапынан қойылған талап өте орынды болып тұр. Жаңағы бірінші суперкомпьютерлерді алып келіп, сода бірінші ұлттық модель жасау. Ол тақырып бойынша Қайрат аға өте нақты айтып берді, неге ұлттық бізге модель керек? Өйткені жаңа бірінші ұлттық қауіпсіздік, екінші біз ұлттық секторлерде, яғни мемлекеттік басқару секторлерінде AI арқылы, жасанды интеллект арқылы біз тиімді жұмыстар жүргізу, адам санын азайту, ол жердегі шығындарды азайту, машин дейді, компьютерлік ойлауға мүмкіндік беру. Сол арқылы біз үлкен касттарды алып тастаймыз, яғни өзіміздің жұмысымыздағы. Осы деңгейде мысалы балаларға біз жасанды интеллектте біз ұлттық моделін жасасақ, ары қарай оны барлық салаға қолдануға мүмкіндік береді. Қолданушы ретінде, өндіруші ретінде, оны ары қарай өзіміздің ұлттық модель арқылы басқа да секторлерге кіргізе аламыз. Яғни ары қарай модельді интеграция арқылы, дамыту арқылы. Біз балаларға қазір мысалы барлығынан жасанды интеллекттің барлығынан бір сөз айтқанда Илон Маск жасап шығару немесе жаңағы Сэм Альтман жасап шығару мүмкін емес бүкіл қазақтың баласынан. Бізде бұл ұлттық модель тек ұлтымыздың қауіпсіздігіне ғана қажет. Яғни ұлттық билік мемлекеттігімізді сақтап қалуға, мысалы баяғыда айтатын еді, мемлекеттікте нышандары не дегенде ұлттық рәміздер, ұлттық тіл, ұлттық валюта. Яғни ұлттық заңымыз болу керек, конституциямыз, осы мемлекеттік белгісі. Алдағы уақытта бұған ұлттық жасанды интеллект дамыған заманда өзіміздің ұлттық жасанды интеллектіміз болуымыз керек. Бұл мемлекеттігімізді сақтауға мүмкіндік береді. Сондықтан біз балаларға бәріне мен тек қана жасанды интеллект оқыту емес, өйткені оның артында тұратын дүниелерді үйретуіміз керек. Яғни ол робототехника. Негіздік білімдер, робототехника мысалы негіздік білімге айналып жатыр. Өйткені жаңағы роботтардың көп түрде әлемде қазір пайда болу алдағы 10 жылда. Ол дегеніміз бүкіл адам қара күшпен жұмыс істейтін немесе зауыттарда жұмыс істейтін жұмыстардың орнын роботтар алмастырып жатыр. Қазір Кореяға барсаң, бәленбай 1000 адам жұмыс істейтін қап-қараңғы жарық-жұрқ етіп жасап жатыр, бәрін робот жасап жатыр. Әлемде алғашқы Қытайда завод іске қосылды, жарықсыз жұмыс істейтін. Қараңғыда. Қараңғыда адам жоқ, тек роботтар ғана жарықты үнемдейді. Тек роботтар ғана өздері түнгі уақытта күндіз түні 24/7 машина жасап шығарып жатыр. Сол секілді біз соған өзіміздің ұрпағымызды соған бейімдеуіміз керек, дайындауымыз керек. Ол роботтарды жасап шығаратын болашақ инженерлер, роботтарды жасанды интеллекттегі берген алған білімімізді мынау роботтарға бейімдеу арқылы, икемдеу арқылы соны біз дұрыстап маман жасап шығаруымыз керек. Сондықтан мектеп бағдарламасына біз балаларға 1-ші сыныптан бастап жасанды интеллект оқу деген түсінік дұрыс емес деп ойлаймын меніңше. Өйткені жасанды интеллектте оны қолдануда жаңа көмекші ретінде қолдану. Баланы мынау электроника, негіздік білімдерге үйрету, физика. Қалай, мынаны немеге алып келдіңдер, бұдан көрсетіп жіберіңдерші. Мынау Қайрат ағаның жасап шығарған платформасы Қаздуино, бұл блоктық программалы платформасы. Неге Қаздуино дейді? Бұл Қаздуино деген сөз негізі Ардуино деген сөзден шыққан. Ардуино не деген адамдар осы робототехника саласында жүрген адамдардың барлығы біледі. Бұл Ардуино деген бір сөзбен айтқанда ми. Бір Италияда пайда болған, итальяндық бір 7-9 программисттер бір Ардуино деген кафеде шай ішіп отырып осыны ойлап тапқан. Атын сөйтіп Ардуино деп қойған. Ардуино деген жалпы Италияда бір орта ғасырда өмір сүрген корольдің аты болған. Бірақ миға бұл несі, жұмысы қандай дегенде мысалы Қайрат аға айтып бере алады. Толығымен бұл жұмысы балаларға оқыту саласында өте таптырмас дүние. Қайрат, бір-екі ауыз айтып берші осыны. Ардуино жайлы мен де осыдан жаңа Қайратқа айтып отырдым.
6 жыл бұрын ба 7 жыл ме смарт робот деген бір компания ашып, соған қаржы салып, жастарды әкеліп, Кореяда болған, оң кейін мына КБТУ-да оқыған жастарға қырғын ақша салдым. Бірақ опасыз. 3-4 ай істеді, анау ақ болды, көк болды, жау шапты, ит қапты деп тастап кетті. Соған мынандай алып қойған қырғын немелер жатыр, бәленбай миллион алынған. Сол кезде өткен жол Қайрат осыны айтқан кезде бірден мен қолдап кеттім. Неге дегенде менің бұл орындамай қалған арманым еді. Осыдан 6-7 жыл бұрын кабинет ашып, компания ашып, ақша салып, бәрін бастаған. Сол аяқсыз тастап кетті жастар енді. Бірақ түбі осыған келдік. Мына енді түсіндірші. Осы мына бәлелер осы жатыр менде, мына Ардуино немелер. Айта берсең. Бұл енді орталық мешік болады. Барлық программа осыда жатады. Бұл мынадағылардың бар, мына қосымшаларды бұл сенсор дейді. Әдетте сенсор, датчик дейді орыстар. Енді бұның негізі, мысалы мынау кнопка. Кнопка басылғаннан кейін қандай программа, мына ішінде негіздік программа қалай жұмыс істейді? Ардуино деген сол тіл ғой, language C тілі. C тілі, бірақ бұл программалық тіл болған соң, бұл жерде ағылшын тілін білсең, C тілін тез үйрене аласың дейтін нәрсе жоқ. Өйткені бұл жерде терминдер қысқартпа сөздер, программалық қысқартпа сөздер болады. Ал оның барлығын бірлеп жазып шығуың керек. Жазып шығу үшін ағылшынша білім керек. Одан компьютерлік негіздік білім қажет деген сияқты. Ал мен бұны жеңілдетіп жасап отырмыз, өйткені халықаралық тәжірибеде бар. Бір 7-8 мемлекет бар, мықты, жаңа мен айтқан мынау ұлттық несі болашақ жоғары бір ұлттар болады ғой, өзі бір Қытай, Француз дамыған елдер. Олар өздерінің балаларын осыны блоктау тіліне өзгертіп отыр. Ана тілінде кесек-кесек бұйрықтармен ақ, ол бұйрықтарды ортада мен жаңа айтқан, мен жазған ана платформа, сен қазақша бастауыш баяндауыштардың тізген бір сөйлемдегі бұйрықты беретін болсаң, ортада конвертер, аудармашы ретінде бұны компьютердің 0 мен 1-іне аударып бере салады. Жаңа айттым ғой, алдыңғы сұхбатта. Түбін айналып келгенде, және де бұл ағылшын тілінде жұмыс істейді. Және онан ары қарай 0 мен 1-дің негізінде компьютердің өзінің тілінде сөйлейді. Сондықтан ортада оны бір орыс тілімен үйретудің ешқандай қажеті жоқ. Орыс тілінің өзі бір бұл жерде делдал сияқты. Бір делдал көбейген сайын сен алатын тауардың бағасы көтеріліп кетеді ғой. Тура соған ұқсас. Біз бұл жерде жеңілдетіп отырмыз да, ортадағы артық орыс тілін білу керек деген бөгетті алып тастап отырмыз. Тамырын былайша айтқанда тамыры ағылшын тілінде ғой. Соған үстіне келіп талды жалғадық. Төте жалғайсың да. Әйтпесе мына жақта тамыры айталық бір тағаш ексең ол ағылшын тілінде тұр. Оған орыс тілінің үстіне біздің жалғалса, онда анау алып тастап тікелей түп тамырына жалғап. Түсініп отырсыздар ғой. Сондықтан не керек делдал? Керек жоқ. Бұл жерде енді бұнда Құдай мен араб тілінде сөйлес деген сияқты ғой. Неге тікелей сөйлеспейміз да? Тікелей сөйлеуге болады ғой. Тура осы мен істеп отырған жұмысым. Сонымен мысалы жинақы бұрынғыдай мынандай қате жалға болмау үшін осындай кеңейтілген тақта қойдық. Қате бұрынғы нелердің барлығы бұрынғы ардуиноларда ине сияқты шаншып отырасың. Плюс-минустарды ауыстырып алатын болсаң, онда плата күйіп кетіп жатады. Ал бұл жерде плата күйіп кететін жағдай болмайды. Сосын жинақы бір ортада ұзын-ұзын шаштары шашылып жатпайды. Осыны лего сияқты осы жерге қондыра саласың, жалғай саласың, түсінікті болады. Жалғауды қай жерсің, қайсынан жалғау деген логикасы болса болды. Логикасы, соны. Содан кейін осыны үйренген бала түбінде не жасап шығады? Түбінде жобалар өте көп, оны санап тауып. Неше түрлі роботтар жасап шығарады. Мысалы, Ардуино жалпы бүкіл әлемдік өркениетті елдерде мектеп бағдарламасынан бастап бастапқы бастауыш сыныптарынан бастап үйретеді. Мысалы, Америка, Жапония болсын, дамыған өркениет, Қытайда мектеп бағдарламасына енгізілген бұл. Яғни мына Ардуиноның жалпы жаңа сіздің орындалмаған арманыңыздың басты себебі, мен айтайын, нарықта Қытайдан алып келеміз да, біз балдарға апарып береміз да, 3-ші сынып оқитын балаға енді қазір сөйлем жасап, шығарма жазып үйреніп жүрген балаға біз барамыз да, мынадан барып маған мына лампочка жандыр деп айтамыз да. Жандыр. Оны қалай жандыр? Ол жандыру үшін сен бірақ бірінші физиканы үйрен деп айтамыз. Ол физиканы үйренесің бұрын сен бірінші ағылшын тілін біліп ал деп айтамыз оған. Неге? Өйткені бұның түпкі коды ағылшын тілінде. Сөзбен айтқанда, ал екі ортада
бір мысалы Америка болсын, Қытай болсын, өзінің мектеп бағдарламасына бұны қалай енгізіп отыр? Бұл платформа арқылы, программалау платформасын бала деңгейіне төмендетіп беру. Яғни бала деңгейі дегеніміз не? Балаға ешқандай қосымша білімсіз, бірінші қаңқасын үйретіп, программалаудың қаңқасын, мынау жалпы әр бір датчиктің бұл қандай жүйе атқаратыны, қандай қызмет функция атқаратыны үйрете білуіміз керек. Яғни бұл платформаны да, біздің жасаған платформаны да посыл деп айтады ғой, негізгі үйрететін мәні ол осы. Программалық логика. Мысалы, блоктық программалауда, жаңа айтқандай, тек қана кодтар өзі астында жасырылған, өзінің қазақша сөздермен белгіленген. Бұл негізі Google технология. Google арнайы технология жасап шығарды, MIT-дің несінде мектеп бағдарламасын енгізу масы. Бұны үйренген бала нені үйренеді дейміз? Бұны үйренген мыңдаған аса жоба бар. Мынау ақылды үй жобасы, ақылды ферма, ауыл шаруашылығына байланысты. Бұның барлығы, мына Ардуиноны керек десеңіз, өркениетті мемлекеттердің өзінде, ол тек мектеп деңгейінде емес, ол жоғарғы оқу орын деңгейінде де үйретеді. Мынау мехатроника, электроника сабақтарын басын бірінші курсында осы Ардуиноны үйретеді. Неге десеңіз, өйткені Ардуино барлық датчик сенсорлерді үйренген адам, ол барлық технология, техниканың тілін таба біледі. Кодтай біледі, үйрене біледі. Ал балаларда, мысалы, мен біздің мемлекет қолдау көрсетпейді дегенге мен қатты келіспеймін, өйткені бізде жобалар бар да, заңда қабылданған концепциялар бар бізде, мына тұжырымдамалар дейді. Қалындай мектеп білім беру жүйесін даму тұжырымдамасы да бекітілген. Сәйкесінше, мынау Қазақстанда барлық 7000 мемлекеттік мектепті біз робототехника кабинетімен, сыныбымен, биология, STEM сабақтарымен дейді, кабинеттермен жабдықтауымыз керек деген. STEM, яғни Science, Technology, Engineering, Mathematics дейді, яғни ғылым, технология, инженерия және математика ғылымдар бәрі-бірімен байланысты болу керек деп, біз тұжырымдан бекіттік. Оны мемлекет деңгейінде өте қолдау, қаржы көп бөлініп жатыр. Бір мектепке, ол неде бар? Мемлекет сатып алуда. Бүйтіп қарайтын болсақ, бір мектептің робототехника сыныбын жабдықтауға 9 миллионнан аса теңге бөлініп отыр. Бір сыныпты жабдықтауға. Оның ішіне не кіреді? Компьютері бар, мынандай датчиктер, Ардуино сабағы бар. Оған қоса не енгіземіз де бізде жүйелік жоқ та, алады да легоны алып келіп салады. Легоны айтпаймын мен керек емес деп. Ол мектеп деңгейіндегі білім беру жүйесі емес негізі. Легоны бұл балабақша деңгейінде бала логиканы түзу үшін үйренеді. Ал мынандай нақты датчиктермен, сенсорлермен жұмыс істеу үшін біз нақты жаңа C++ тілін білу керек бала. Python тілін үйрену керек деген секілді. Оның бәрін үйрену бірінші әліппеден басталу керек. Мысалы, мектепке барған кезде біз әліппеден бастап үйренеміз ғой, әріпті. Жазу сызуды әліппеден бастап. Сол секілді программаның да әліппесі болу керек. Кодқа апарған бара салысымен source дегеніміз мынандай болады, input дегеніміз мынандай болады деп бірінші мағынасын бергеннен гөрі кодтың қазақша логикасын түсе білу керек та балада. Логика. Мысалы, үй салу үшін бірінші котлован қазамыз, одан кейін несін жасаймыз, фундамент, іргетасын қалаймыз, кірпіш саламыз, несін жасаймыз, шатыр жабамыз, терезелерін саламыз, сыртын сылаймыз. Ал бізде алып келгенде баратта білім беру саласында бірінші шатырды алып кетті, мына шатырды. Шатыр осы шатырмен қалай үйге тұрғызсақ болады дейді. Бірден шатырын. Өкінішке қарай, енді мысалы, енді бұны осыдан хабар жоқ адамдарға кішкене түсініксіздеу болуы мүмкін. Кімдер Қайрат пен Бақытжан осы салада жүргеннен кейін елдердің бәрі түсінікті деп ойлайды. Түсініп отыр біздің айтып жатқанымыз деп. Меніңше өкінішке қарай мемлекет жағынан қолдау бар. Мемлекет жағынан енді біздің президент кішкене тоқыған маңайында қазір мына ақпарат министрлігінде, цифровой министрлігінде оларда оқыған, олар түсініп отыр. Әзірге қаржы бар кезде осыны дамытып алайды. Бірақ халықтан қолдау жасап, бүкіл халық болып кірісіп, осы программалы жасауға халық дайын емес. Мамандар жоқ. Былайша айтқанда, ана қазір көлік жасау бар ғой, сонымен салыстырайықшы. Көлік жасаған кезде қалжыңдап күледі, өткен жолы Боқаев айтып жүрді ғой. Ана жақтан Қытайдан, басқа жақтан Кореядан, Жапониядан көлік алып келеді, одан кейін әкеледі, мұнда құрастырады. Сонда айтады. Мұнда 4 дөңгелек емес, дөңгелектің ішіндегі желі ғана Қазақстандық. Дөңгелектің ішіндегі желін Қазақстандық өрлеген, айтпасынан алып келген. Ол елде машина өндірісі дамый ма? Мынау тура сол сияқты болып жатыр да. Ана жақтан әкелген, мына жақтан Ардуиноға әкеледі да, тек ананы құрастыр деген.
оның миын жасап шығармаса. Шынымен біз автомобильдік өндіретін держава болу үшін оның қаңқасын, кузовын жасауымыз керек, металл жасау керек, сымдарын жасау керек, оның құятынын дөңгелекті өзіміз шығаруымыз керек, тіпті 70-80% өзіміз шығара алсақ көлікке қарайтын нәрсені. Сонда біз көлік шығаратын державамыз деп айтылсақ болады. Оған енді біз ешқашан жете алмаймыз. Мүмкін емес, ол қиял, аяға жаяу барған бірде. Мысалы, Қытай шетелден сол көлікке керек нәрсені ешқайсыдан ештеңені алмайтын шығар деп ойлаймын қазір. Бәрін өздері жасайды. Сол сияқты мына жасанды интеллектті біз қаласақ та, қаламасақ та өзіміз жасап, мектептен бастап болашақ жастарды үйретуіміз керек. Егер осыдан енді тағы да бір 5-10 жыл кешеуілдеп қалатын болсақ, онда көлік жасаудан, компьютер жасаудан мәңгілікке қалдық қой. Одан да мәңгілік қалсақ, онда мүлде қалдық деген сөз ғой. Болды, пойыздан қалып кеттің деген сөз. Бітті енді, өркениеттің шаңында көміліп қалдық деген сөз ғой, солай емес пе? Баяғы мысалы, мына телефон жасауды айттыңыз жаңа өзіңіз сөзге. Мысалы, телефон жасаудан біз Apple мен Samsung жемесе Xiaomi деңгейіне әлі тіресе алмаймыз. Бірақ жасанды интеллекттің пайда болған күні кеше деп есептейік. 2019 жылы пайда болған жарық шықты мына ChatGPT адамдар кеңінен қолданып жатқан бір соңғы 2 жыл бүкіл деңгей мына видео жасау деңгейінде кеше пайда болды. Кино жасау деңгейінде жасанды интеллекттер. Сол секілді бізде Қазақстанда алдағы 10 жылға былайша айтқанда көрегендік танытатын болсақ, жаңа робот мәселесі мен жасанды интеллект мәселесін қатар алып жүруіміз керек. Балаларға білім беруде. Сондықтан мынау неге мынау біз осы жобаға неғып жатыр, жан тәнімізбен беріліп жатыр. Өйткені біз 10 жылдан кейін біз өзіміз робот жасайтын мемлекетке айналуымыз керек. Жасанды интеллекттерді қолдана отырып, жаңағы дұрыс инженерлер, мамандарымыз болу керек деген секілді. Сондықтан мынау платформаны бала бастауыш деңгейінден бастап үйренсе, мына мысалы біздің платформаны 3-ші сынып баласы деңгейінде оқуға мүмкіндік бар. Ал бізде білім беру жүйесі Arduino'ны 8-ші сыныптан бастап үйретеді. Неге? Өйткені оның әліппесі жоқ. Бізде бекітілген әліппе жоқ. Ол әліппе не болады? Ол бірінші программалау платформасы болады деген секілді ғой. Сондықтан біз осы платформаны енгізу арқылы біз балашаға, былайша айтқанда болашаққа бір не жасап отырық, жеңілдік дей ма, не айтатын бір логикасын шынықтыру мақсатында ғой. Логикасын шынықтыру мақсатында. Сондықтан бір кездері көшпенді ел қалай да болғанда да мен соғысты, жаугершілікті, бір елді жаулап алуды, қаным қас, оны жақтырмаймын. Шыңғыс хан бізді бабамыз жарты әлемді жаулаған, не қырып жойып, біреуді қырып жойып, біреудің жерін тартып алып, біреудің бала шағасын қырғаннан не мақтан ол. Мысалы, сіз сол заманда өмір сүрсеңіз, сізге айтса, мысалы, бала шағаң бар, айраныңды ұрттап, қойыңды құртап, бейбіт өмір сүріп жатқанда, кеттік атқа мінеміз, Хива елін жаулап аламыз, басын шабамыз, бала шағасын жетім қалдырамыз, сұлуларын құшақтаймыз. Мен бармас едім, сіз де бармас едіңіз, басыңызды өлімге тігіп. Сондықтан бірақ енді заманды біз түзете алмаймыз. Қалайда болашақта елмен тереміз тең болып, мысалы от қару шыққаннан кейін кешегі біздің баһадүрлер, батырлар, Алпамыс, енді ертегі ғой, Қобланды өмірде болған, онан кейін Қабанбай, Бөгенбай, Ері Жәнібек бәрі батырлар болған ғой. Сол кезде бет қаратпай тұрды. Оның алдында ғұндар, сақтар болғанда. Кейін от қару шыққаннан кейін Ақселеу Сейдімбек ағамыз айтады, анадай алып баһадүріңді бір алқаш самогонник тырс еткізіп маңдайдан атып тастайтын заман келген кезде батыр баһадүрлердің заманы өтті дейді. Дәл сол сияқты мына алып жерімізді аман алып сақтап қалу үшін, болашақ ұрпаққа беру үшін мынау қазір біздің айтып отырған әңгімеміз бірінші тақырып. Елді ел қылып сақтап қалатын, жерімізді сақтап қалатын, болашақ ұрпағымыздың өз қамын жеп егеменді елде сүру үшін осы жасанды интеллектке бүкіл қазақ болып, сіз тіпті бір салада жоқ болсаңыз да, сіз құрылысшысыз ба, спортсменсіз ба, музыкантсыз ба, кімсіз, ауыл шаруашылығында жүрсіз ба, бәріміз ортақ осыны дамытуымыз керек. Елдің қорғаны осы, балаларымыз осыған қарай бағдарлауымыз керек. Израиль 500 миллион мұсылман еліне бой бермей отырса, ненің арқасы? Осы жасанды интеллекттің арқасы. Украина алып 150 миллион халқы бар, дамыған, экономикасы әлемге бой бермей отырған, Ресейге теке-тірес болып отырғаны кешегі дрондар осы жасанды интеллекттің арқасы. Қытайдың қазір Америкамен тайталасып бір деңгейде қазір жаһандық әлемдік біріншілікте таласып отырғаны, ол да осы жасанды интеллекттің арқасы, ғылымның арқасы. Сондықтан сіздерге бізге айтатынымыз,
Жаңа Қазақстан деген ол жаңа технологияны меңгерген Қазақстан, ұлтын меңгерген, тілін сүйетін Қазақстан, болашағын ойлайтын Қазақстан. Арманы биік асыл ер ұрпақтың қамын ойлайды дейді. Сондықтан жаңа Қазақстанды жасайтын жаңа қазақтар. Ыбырай Алтынсарин атамыздың бір керемет бір өлеңі бар. Сонымен мен қазір осы хабарды аяқтайын да. Қосып айта кетсек, мемлекетте біз өзіміздің мынау платформаны оқу ағарту министрлігіне сол секілді баяғы оқу министрі болған Асхат Аймағамбетов мырзаға да көрсеттік платформаны. Сонымен қоса білім беру саласында жүрген дистрибьютор компаниялар бар. Сол компанияларға мынау көрсетіп, біздің платформадан үлкен кері байланыс алып отыр. Бұны міндетті түрде әліппе ретінде кіргізу жөнінде. Осы мақсатта біз қазір үлкен жұмыстар жүргіздік. Алдағы уақытта біздің мектепте қабырғаларына осы платформаны көріп қаласыздар. Ол платформа балаларға әліппе ретінде келеді. Осы жинақтың ішінде алғашқы жинағымызда осы нелер болады, датчик сенсорлер болады. Бұны жасанды интеллекттің әліппесі деп айтсақ болады ғой. Бұл робототехниканың әліппесі деп айтса болады ғой. Мысалы Ахмет Байтұрсын атамыз қазақ тілінің әліппесін жасап кетті. Дұрыс. Мынау жасанды робототехниканың әліппесі деп айтсақ болады ғой. Болады. Мысалы міне робототехниканың әліппесін бүкіл мектептерге кіргізілетін үлкен ғаламат жоба жасалып жатыр. Осыны таратуға, осыған қолдау білуге, ақпараттық қолдау көрсетуге бәріңіз атсалысыңыз ағайын. Бұл ұлттық іс, халықтық іс. Негізі жаңа біз жасанды интеллект тақырыбынан қалай робототехника өтіп кеттік десек, жаңа алдында сөздің басында айтып өттім, алдағы 10 жылда роботтардың саны адамдардың санынан көп болады дедік. Ол роботтарда басында қандай ми болып, әр адам артында отырып басқарып отыра ма деген сұрақ болмас үшін, мына жасанды интеллект даму деңгейі жеткен кезінде оны біз роботқа саламыз. Түсінесіз бе? Енді роботтар өздігінен ойланып, сіз тапсырма бересіз, барып тамақ жасайды, киім үтіктейді үйіңізде, жүріп балаңызды қарап береді. Сол жерде бір кедергі болса, соның кедергісін өзі табады, шешімін табады. Сізге айтады, бүгін кешке тамақ жасайын десем, қызанақ жоқ еді, қиярмен алып келе қойыңызшы. Немесе алады да өзі интернетке тапсырыс береді. Мен тапсырыс беріп қойдым, ақшасын төлеп қойды, сіздің шотыңыздан есебіңізден деген секілді. Басқа тамақ ұсынайын, мынаның орнына мынандай тамақ жесіп деп ұсынудан. Иә, бүгін өңіңіз былай болып тұр, мүмкін мына витаминдар кем шығар. Кеше сіз кешке көп тамақ ішіп қойыпсыз, асқазаныңыз ауыр шығар, қазір сізге бір жеңіл тамақ жасап берейін деп айтуы мүмкін. Бұл сол жасанды интеллекттің бір дамығандығын көреміз де болашақта роботтардан. Сондықтан сол роботтарды біз енді жасанды интеллекті мынау деңгейінде, OpenAI деңгейінде немесе Қытайдың үлкен Қытайдың DeepSeek секілді деңгейінде біз жасап шығару мүмкін емес. Біз өйткені ақпараттық не жоқ, контент жоқ бұл жерге, білім беру несі. Әлбетте бәсекелес жасап Қазақстанда мәшине шығарам деген қияли әңгіме сияқты. Шындығын мойындау керек. Біз Камри жасаймыз деген қазір деңгейде сол. Біз мысалы басқа машина жасап мүмкін. Қазір ілесіп жүретін болсақ, онда болашақта мүмкіндік бар. Робот жаңа сол жасанды интеллект жасалды, соны қолданып ақылды роботтар жасау. Сөйтіп түсіндірсек болады ғой. Мысалы енді жалпы қарапайым тілмен айтқанда, біз мектеп баласын деңгейінде үйретейік. Мысалы роботты, жасанды интеллекттің өзін бала деңгейінде қарастырайық қазір да. Біз мектепке алып келдік те, біз оған орыстың кітаптерімен оқыттық. Орыстың несімен идеологиясымен үйреттік. Барып ол мектеп бітіріп шыққаннан кейін, оны біз қазақ деп айту қиын болады ол балаға. Өйткені ол орыстың идеологиясын, кім десең Пушкиннің сөзін айтып шығады, бір не десең Лермонтовтың сөзін айтып шығады деген секілді. Ал біз оған қазақша үйрететін болсақ, Абайдың несімен, Шәкәрімнің, ол айтады, армен ұят мынандай болады, Абай айтқан еді, құндылығын, мысалы сол секілді, мұнда да біз жасанды интеллект деңгейінде бұл болашақта біз роботтарды қаншалықты қазақ үшін қызмет ету керек деген сұрақты, ол мына міндетті жасанды интеллектпен байланысты ғой. Біз қаншалықты біз өзіміздің жасап өндіруші мемлекет боламыз деп отырық, робот жасайды. Сол роботтарымызға өзіміздің ұлттық құндылығымызбен, ұлттық қауіпсіздік мәселесімен жан бітірсу. Бір сөзбен айтқан жан бітіреміз. Ол болашақта мысалы бүкіл әлемде роботтар қаптап жүрген кезінде енді алда адамдар емес роботтар соғысады. Мысалы кешегі дрондардың шабуылын байқауға болады. Қазір үлкен ракетамен тек қана ядролық қару ғана ұстап отыр. Адамдар бір-біріне негізі сөзін үшін үлкен ядролық қару ұстап отырған мемлекеттер. Ал олар болмаса
бірінші орында кім болады десе мынау дрондарды ұшыратын мемлекеттер болатын еді. Қытай болсын, Америка болсын, қандай деңгейде мысалы Украинада кешегі шабуылының өзі дрондардың бір жасанды интеллект деңгейінде басқарылып, оның бір үлкен деңгейге шыққанын көреміз. Алдағы уақытта бізде роботтарымыз да тек ол үй мәселесінде емес, ертең қорғаныс мәселесінде, басқа елден роботтар шабуыл жасаған кезде біздің роботтар қандай төтеп береді, немесе миы оның Қытайдікі болса, немесе Америка болса, біз олар төтеп бермей, керісінше олар бізге қосылып бірге жабыла ма деген сұрақтардың мәселесі осы мектеп табалдырығынан басталу керек. Бір кезде бәленбай шақырымдағы адамды тарс еткізіп атып өлтіре салып адамның қиялына ертегіде де жоқ болатын ғой кәдімгі. Бір темір ұшып келіп аспаннан сені қырады деген. Сол бүгін шындыққа айналып отыр. Ертең бұл бұдан да керемет бір деңгейге жетеді. Соған біз ілесе алсақ ел болып қаламыз, ілесе алмасақ кетеміз. Сондықтан бұл мемлекеттік ұлттың болашағына керек ғылым білім. Сондықтан сіздер бұл каналға жазылыңыздар, тіркеліңіздер, таратыңыздар. Енді әлі көп хабар түсіреміз. Сондықтан бұны қараңыздар. Мына алла қаласа мынау дайын болғаннан кейін, бір жылдың ішінде дайын болғанда бүкіл мектептерге бұны кіргізіп, бүкіл қазақтың балаларын қазақ тілде роботты бағдарламалауды үйрете бастаймыз. Сондықтан қазақтың ұлттық болашағына бұл азаматтар жұмыс істеп жатыр. Нұрсұлтан бізде бұл өнім бастауыш деңгейі, өнім дайын бізде. Біз мектеп бағдарламасына бірінші курс басқыш дейді, әліппе. Әліппеміз қазір дайын. Мына әліппе арқылы үйретуге біздің платформамыз дайын болғандықтан 6 кезеңге бөлгенбіз оны. Әр кезеңде бала үйрене отырып, жаңағыдай болашақта өздігінен робот жасау, өздігінен белгілі бір мәселелерді шеше алатын деңгейдегі техникалық құралдар жасау, аппараттар жасау деген секілді деңгейге жеткізу үшін мынадан бастап біз дайындап қойдық. Қазір бірден мектеп бағдарламасына кіргізуге әлі ерте бола ма, дайын ба? Болады. Неге десеңіз, бізде қазіргі кезде мемлекетте әрдайым жүйе жоқ. Қазір мынау робототехникамен жабдықтап жатыр да, мемлекеттік сатып алуда. Қазір парламент арқылы, министрлік арқылы президентке жеткізіп көштен кеш қаламыз. Мынаны міне дайын тұрған нәрсені мектепке енгізейік деп қазір ұсыныс жасауға бола ма? Болады. Біздікі қазір дайынсыңдар ғой. Қазір дайын. Бірінші кезеңі дайын ғой, бірінші кезең. Яғни мемлекеттік мектептер бұны алып, өздері кіргізіп жасай алады қазір. Жасай алады, иә. Бүгіннен болса да. Иә. Олай болса, менің мысалы парламентте менің сөзім өтетін, мені қадірлейтін Ермұрат Бапи, Бақытжан Базарбек, Абзал Құспан, 3 белді мықты депутат, бәріне мен бұны жеткізе аламын. Керек болса сендерді апарып жолықтырайын, айтайын, еліміз үшін, ұлтымыз үшін, болашағымыз үшін бұны тезірек қолға алу керек. Менің түсінігімде сендерге әлі жарты жылдан астам уақыт керек, әлі 200 миллион қаншама ақша керек деп, сол кезде ғана мектепке кіргізе аламыз деп отырмын ғой. Ал ол негіз толық болу үшін әрине ол қаржы әлі дайынның бір бөлігін кіргізе беруге болады ғой. Мынау бөлігі нағыз 3-4 сыныптың балдарына арналған. 3-4 сынып немесе кез келген робота деген үйренем деген адам бірінші осыдан бастайды. Бұған не кедергі болып тұр? Неге осы уақытқа дейін кіргізбей жүрсіңдер мектепке? Бұл неге дегенде бұл өнім біз қазір дайын болды. Яғни 8 немен біз неге алдағы бір жыл уақытында немесе 200 миллион инвестиция іздеп жүрдік осы уақытта венчурлық қорларда, бизнес ангелдерден не үшін іздеп жүрдік 200 миллион? Өйткені біз толыққанды шығарғымыз келді. Өйткені мектепте қалалық мектеп пен ауылдық мектептің деңгейі екі бөлек білім беруде. Қалалықтың өзінде де нелер бар. Бір сөзбен айтқанда деңгейлер бар қаланың мектептерінің өзінде. Мысалы физика математика мектептері жоғары, олар ағылшын тілін басынан бастап үйрететін мектептерде олар алады да кодтың тіліне тез өтеді, сонымен орға үйреніп кетеді. Біз не себепті толыққанды онлайн платформа жасап шығарғымыз келді? Өйткені кез келген бала, мысалы мынаны кодтауды білетін бала келесі деңгейде ол үйреніп кету керек. Келесі 3-4 деңгейден білетін бала 5 деңгейден бастап үйреніп кету керек. Өйткені ары қарай білім деген үдемелі болу керек. Біз мына 3 сыныпқа біз қазір енгізіп жатыр. Баспалдақ. Бірінші баспалдағын жасадық, бала келіп енгізсе. Бірақ мектепке әлі ене қойған жоқ қой бұны. Жоқ, бұны бүкіл Қазақстан мектебіне қазір енгізуге болады, да? Мына бірінші деңгейде. Бірінші деңгейде. Біз осы мақсатта мына платформа біздің жинағымызда мынау 7 түрлі датчиктер, Arduino платасы, мынау арнайы құрылғысы, қалай қолдану керек, қай жерде тұру керек деген секілді. Сонымен қоса бұның ішінде арнайы біздің жаңа Arduino платформасы салынған. 30%-ға дайын қазір.
ендеше қазір флешкіде. бұны халық қолдайды, хат жазайық. Менде білікті депутаттар бар, шынымен халықтың сөзін сөйлейтін, мен сол кісілерге хат жазайын, бірге барайық, сөйлесейік, бұны ендеше тез қолға алу керек, ештен кеш қалмайды. Біз мынаны осы жинақтаманы шілде айынан бастап сатуға дайынбыз. Алдын ала тапсырыспен. Неге десеңіз, алдын ала бұл Қазақстанда чип өндірмейді. Датчиктер жасалынбайды. Бұл датчиктердің бәрін біз Қытайдан алып келу арқылы бұны Қытай болсын, Америка, Италия мысалы өндіруші мемлекеттерден алып келіп, біз оны локализация жасаймыз. Яғни өзіміздің платформамызды интеграция жасап, біз жинақтауларды жинауымыз керек. Оған мысалы 10 000 данасын жинап шығаруға бізге әлбетте 1,5-2 ай уақыт кетеді. 10 000 данасы. Қыркүйекке дейін. Мысалы қазіргі таңда бізде келіссөздер жүргізіліп жатыр, мектептермен, мемлекеттік мектептер, жеке мектептермен осы тапсырыс беріп жатыр бізге платформаға. Бізде алдағы уақытта осындай жұмыстар жүргізіледі. Біздің артықшылығымыз платформамыз. Бұны алған бала интернетсіз жұмыс істейді. Интернетсіз өзінің платформасына кіріп, кодтайды, бұны өзі отырып үйренеді, өйткені флешкінің ішінде арнайы орта болады. Яғни не деген сөз интернетсіз? Ауылдағы қарагөз қазақтың балдары қолына алады да мынандай программалап бастап үйренеді. Ғажап қой. Енді платформа не дегенде, сол жерде бүкіл сабақтар тұрады, анаған кіреді, қадаммен, онда қайсысына кіру керек, мынадан кейін не жасау керек, ана түгел тұрады. Соған соқырға таяқ ұстатқандай, бірінші 6 жастағы, 8, 9, 10 жастағы балаға түсінікті қылып тұрып, ананы жасап береді болды. Бала заманның талабына қарай, анау Америкада оқып жатқан, Қытайда оқып жатқан балалармен бір деңгейде осы білім ала бастайды. Робот жасаудан. Бұл керемет, ғажап дүние, өте керемет жігіттер. Ал енді бұл толыққанды жасалып шығу үшін тағы 200 миллион теңге ақша керек. Және де бұған бір кемінде бір 7-8 ай ма, қанша уақыт керек қайда? Шамамен 1 жылға таяу 6 деңгей толық бітіру үшін. 6 деңгей толық. Онлайн платформада. Ол платформаның жалпы біздің Қайрат ағаның көздеп отқан түпкі идеясы неде? Болашақта біз жасанды интеллект мұғалім болады, мұғалім платформада. Бізге енді мұғалім қажет емес. Мұғалім уже алмастырайын деп жатыр. Машин learning. Біреуге өкінішті болуы мүмкін мұғалімдерге де. Ал негізі заман талабына сәйкес кезінде де жарықта ойлап тапқан кезінде балауыздан шам жасайтындар жұмыссыз қалды. Бірақ олар басқа жерден жұмыс тапты. Сол себепті мұғалімдер де басқа жерден жұмыс тапты. Бірақ маңыздысы неде? Жаңа кодтауды, программалауды үйрететін жасанды интеллект мұғалімнің өзі. Бұл күні кеше пайда болған дүние емес, ол шетелде нақты қолданып жатыр да. Бізде қолдануымыз керек ол платформада. Балаларда неге біз мұғалімді алмастырғымыз келіп жасанды интеллектке? Маман жоқ, үйрететін. Және ол мұғалім шаршамайды, ақша сұрамайды, ұйықтамайды, қателеспейді. Балаңызды ыждахаттылықпен, жолымен көрсетіп, сұрағына жауап қойып отырып, оны үйретіп шығарады. Жақсы, енді келесі хабарларда да азық болсын. Сонымен біздің көрермен ұқты ғой деймін. Жасанды интеллект деген не, бұны немен жейді, оның қандай қаупі бар, қандай артықшылығы бар, сізбен бізге не керек, оның қажеті қанша, елімізге қажетіні қанша екенін түсіндіңіздер деймін, бүкіл халық болып қолдайсыздар деп ойлаймын да. Енді бір Алтынсарин атамыздың керемет өлеңі бар. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды. Мал істейтін жұмысты отпен суға түстірді. Отынсыз тамақ пісірді. Сусыздан сусын ішкізді. Теңізде жүзді балықтай. Әлемді кезді жалықпай. Білгендерге осылар бәрі дағы анықтай, білмегенге танықтай. Бізде бекер жатпалық. Осылардан таныспай, ат өнері білінбес дейді. Бәйгеге түсіп, жарыспай, жекілдеп шыққан көкшөптей, жас өспірім, жастарым, қатарың кетті алысқай. Ұмтылыңдар қалыспай. Біз надан болып өстірдік иектегі сақалды. Өнер жігіт көркі деп ескермедік мақалды. Біз болмасақ, сіз барсыз, желкілдеп өскен жастарым, сіздерге бердім батарымды дейді. Ыбырай Алтынсарин. Тура сол заман дәл қазір келіп тұр. Бір кездері пар машинесі шығып, электричество шығып жатқанда айтып жатыр. Сусыздан сусын ішкізіп, аты жоқ құр арбаны, паровоз шайтан арба деп қазақша шауып жүрді ғой. Сол 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызып жатыр. Қазір ақыл ойдың сол құл темірге жан бітіріп,
соны ойландырып сізбен біздің орнымызға жұмыс істетіп жатыр. Бұл жақсылыққа апара ма, жамандыққа апара ма, түбі біз білмейміз. Бірақ әлемнің өркениеттің шаңында қалмауымыз керек. Өркениеттің шаңында қалғаны Палестина не болып жатыр. Жас бесіктегі балалары, екіқабат аналар аштан қырылып, өліп, үйіндінің астында жатыр. Ғылым білімнен мақау қалып қалғандықтан, мешеу қалып қалғандықтан. Израиль мұздай қаруланып алды. Украина осы интернетті меңгеріп, жасанды интеллект меңгерген дронның арқасында қазір Ресейге бой бермей жатыр. Сондықтан бізде осы қазір бейбіт заманда осыған ілесуіміз керек, осылай заманның ағымына ілесу керек. Сондықтан жаңа Қазақстанды жасайтын жаңа қазақ ол сізбен. Біз тек қана бүгінгі дүниесін ойламайтын, хақаку-сакаку той-тойламайтын, арақ ішпейтін, бүкіл уақытын, күш-қуатын білім алуға, замани техникаға меңгеруге, болашақтың қамын ойлайтын адамдар осылай. Сізбен біз оян қазақ деп Міржақыптар зарлап кетті, оянатын уақыт келді. Енді оянбасақ, тура кеш қаламыз. 32-ші жыл қалай қазақ халық қырылды, қазір одан да жаман нәубет заман келуі мүмкін. Тас түйіндей халық ағайындар сай болайық, дайын болайық. Осы хабарды бүкіл қазаққа, таныстарыңызға, туыстарыңызға тарата жүріңіздер. Не бір түкке тұрмайтын бір видеолар, сұхбаттар шығады, миллион адам қарайды, 10 шақты мың, 20 шақты мың адамдар соған лайық қойып, комментарий жазып жатады. Анау үйтіп қойыпты, мынау бүйтіп қойыпты. Қайрат Нұртас әйелімен үйтіп ажырасып жатыр екен, анау бүйтіп жатыр екен, мынау Баян Есентаева бала тауыпты, оны өзі тауып па, анаған тапқызып па, Макси шай шығарып жүз. Не деген сорлы халық болып кеттік біз. Сол 100 адамға пәтер беріп бүкіл Қазақстан жарылқай ма? Ана сырамен, қырғын сыраны ұрпағыңды улап жатыр ғой. Ана Макси шай көп ішкендіктен адам денсаулық құрды, соны улап жатыр ғой. Содан бір жылдық тапқан 70 миллиардынан бір қоқымын лақтырып еді, бәріміз қазақша сөйлесең сөйлемей ақ қой, ұлттың басына шықсаң шыға бер, үй берсең болды деп соның шашбауын көтеріп жатырмыз. Міне шашбауын көтеретін нәрсе. Міне бұл ұлтыңды қазақ тілінде, балаңды қазақ тілінде, болашағын қазақ тілінде, мына жасанды интеллект қазақ тілінде сөйлетейін деп жатыр. Осы жігіттерді қолдау керек. Келсесіздер деп ойлаймын. Лайк қойып, комментарий қойып, тарата жүріңіздер, каналға тіркеліңіздер. Қоңыраушаны басып қойыңыздар, сонда бізге жаңа хабарлар келіп тұрады. Оны балаңызға беріңіз, немерелеріңізге беріңіз. Ұлттың қамын ойлайтын жаңа қазақтар көбейе берсін. Жаңа Қазақстанды бірігіп жасайық. Жақсы күндерде кездескенше сау саламат болыңыздар. Жігіттер істеп жатқан істеріңе береке берсін. Халық қолдасын, қолдайды деп ойлаймыз.